Ассалаумағалейкум, тарих сүйген адамның көрермендері. Бүгін сіздерге Хазар қағанаты жайлы айтатын боламыз. Ал кеттік. Батыс түрік қағанатының 630 және 651 жылдары Дулу мен Нушеби тайпалары арасында азамат соғысы жүрді. Нушебилер Орта Азияның бай қалаларына арқа сүйеп Қытаймен одақтасып, Дулу бастаған жауынгерлерге көшпенділер шығыс түрік ханзадасы Югиш шатқа сүйенді. Ал хазарлар Нушеби құрамындағы еді. Ал осы кезде күшейіп алған таң әулеті қағанатының батыс иеліктерін басып алды. Нушебилердің өз арасында наразылықтар туындап, Қытайды жақтаған Ибн Чигу ханды қуып жіберді. Дулу тайпасынан шыққан Дулу Хәләу Шәбіло хан билікті тартып алғасын 651 жылы хазарлар үштей бөліне бастады. Хазарлардың алғашқы билеушісі жергілікті билеушіден емес, тақтан қуылған түрік қағанаты болды. 12 ғасырлардың ортасында түрік қағанатының европалық бөлігіне екі тәуелсіз саяси құрылым, хазарлар мен бұлғарлар құрылды. Хазар қағанатының өз қуатын арттыру мақсатында көрші тайпалар, әсіресе туыстас, бірақ жаулық көзқарастағы бұлғарларды бағындыруға кірісті. Бұлғарлар жеңіліс тауып, Ботбай басқарған бір бөлігі оларға бағынды. Олар кейіннен қара бұлғарлар деп аталған қубандылық бұлғарлар тобын құрайды. Хазарларға бағынғысы келмеген бір бөлігі еділ бойымен жоғарыға өрлейді. Сөйтіп еділ бұлғарлары пайда болады. Үшінші Аспаргух бастаған болгарлар 660 жыл Дунайға жетіп бекінеді. 679 жылы олар грек әскерін талқандап, ізінше Добруждаға басып кіріп, Дунай мен Балқан аралығындағы елдерді түгелдей бағындырады. 12 ғасырларда хазарлар еділ қалмақ бұлғарларын тізе бүктіреді. 12 ғасырлардың 70 жылдары хазарлар тек Азов пен Каспий теңіздерінің орталығындағы даланы ғана емес, солтүстік Қара теңіз, оның ішінде Қырымның үлкен бөлігін билеген Юсуп патшаның жазбаларында хазарлар бұлғарлардың Дунайға дейін қуып барғандығы айтылады. Сөйтіп 12 ғасырлардың ортасындағы 10 жылдықта хазарлар тек тәуелсіз мемлекет құрып қана қоймай, өз аумағын кеңейте бастаған. Осы кезде ислам дінін тарату мақсат еткен араб шапқыншылығы бас талады. Арабтар Сирия мен Месопотамияны басып алған соң Кавказ өңіріне, Арменияға басып кіреді. Бұл кезде Кавказ өңірі мен Армения Византия иелігі еді. 640 жылы арабтар Армения астанасы Двинайды жаулап алады. Белен жерге жақындағанда хазарлар қаланы табандылықпен қорғап, түркілермен бірлесе отырып, арабтарға ойсырата соққы береді. Араб қолбасшысы Абды Әр-Рахман қазы тауып, арабтар деревинті паналайды. 12 ғасырларда хазарлар мен Византия арасындағы жағдай нашарлай түсті. 12 ғасырлардың жаңадан құрылған Хазар мемлекеті Византияға едәуір қауіп төндірді. Қара теңіз маңайындағы аудандарды жаулап алған, олар Византия иелігіндегі жерлерді өзіне қаратқан еді. Оңтүстік Қырым мен 5 ғасырлардан бастап гүлденіп көргеге түскен еді. Оның экономикалық және саяси орталығы Херасон болатын. Истанин бір қаланы барынша өркендетіп, Алуста және Грузбит деген екі қамал тұрғызған. Халықтар түгел христиан дінін қабылдаған. Қала тұрғындары готтар мен алаңдар туралы мәліметтер өте аз сақталған. Қобырт бастаған бұлғарлықтардың жорығынан кейін Византия Қырымдағы ықпалын айырылып қалған еді. Хазарлардың келуіне орай Қырымдағы жағдай одан әрі ушығып кетті. Византия бұл кезде арабтармен соғысып жатқандықтан Херасондағы жағдайды түзетуге мұршасы келмеді. 695 жылы Херсонды билеуге Византия императоры 2-ші Юстанин жіберілді, бірақ ол Летониямен соғыста жараланып, билеуші лауазымынан айырылып қалды. Бұл жағдай Юстанинді Херсонды қайтару үмітін айырды. Юстанин 698 жылы Леонтайдың орнына келген Аспир Тивердан сескеніп, Қырымдағы таулы Дори қамалын бекінді. Бұл бекініс Хазар иелігіне қарайтын Юстанин Хазар қағанатының жеріне қоныстануға рұқсат сұрайды. Хазарлар Юбузлер Гилиабан грекше берілген басқарады. Ол Юстанинді ерекше илтипатпен қарсы алып, көмек көрсеткендігін айтып, оған
өз қарындасын береді. Истанин қалғанын келісімімен Таманы түбіндегі Фынгро қаласына келіп қоныстанады. Бұл жер Византиядағы жағдайды қадағалап отыруға өте ыңғайлы еді. Истанин Хазар қағанатының жақындасуы Византия белгілі болды. Аспимар Хазар қағанатының Истанин өзін немесе сүйеніп сұратын елші жібереді. Егер талапты орындаған жағдайда да оған мол сый тартатынын айтады. Деректерге сәйкес Хазар қағанаты бұл ұсынысқа келісіп, Истаниннің қорғаушыларын Хазар әскерлеріне қоршатады. Қаған өзінің сенімді адамдарын Фафатияға мен Босфорға Истанинді өлтіруге тапсырды. Әкесінің бұл ісін хабардар болған Федор Истанинге болған жағдайды баяндады, шақыртып алып жазалайды. Әйелін ағасын жіберіп, өзі Дунай Бұлғариясына қашып кетті. Истанин Дунай бұлғарларының ханы Теодулфтың көмегімен Константинополді, яғни қазіргі Истанбулды жаулап алады. Өз жауларын жеңіп кейбіреулерді марапаттаған соң, әйелін қайтару үшін Хазар қағанатының сенбей әскери кемелер жібереді. Бірақ кемелердің жартысы суға батып қалғаны Истаниннің әйелі мен баласын алып, оларды ол баланың атын Квитерияға қояды. Осы жағдайдан кейін 5 жыл өткен соң Истанин бұрынғы Хересон қаласын алу үшін әскери кемелер флотын құрып, тұтқиылдап шабуылға жасап, нәтижесінде Херосонды басып алып 40 жауынгерді тірідей өртеп асқан қатыгездікпен қаланы тонауға кіріседі. Өз әскерлерінің бұл әрекетін тоқтату үшін ол қолын жинап Босфорға жаулауға қайта шығады. Бірақ жолда кемелер суға батып 70 мың адамнан айырылған Истанин қайтадан әскери жасақтамақшы болады. Бірақ Хересон тұрғындары қаланы қорғау үшін Хазар қағанаттың әскер сұратады. Сол кезде Армения Вардан басқаруымен Хорасандағы Истанин билігіне қарсы көтеріліс басталады. Бұл бөлікті Хересон билеушісі етіп өз қойып кеткен Сапири Илья қолдап көтерілісшілердің жағын шығып кетеді. Истанин Хересонға Патрик Георгий Ефирах Ионның 300 әскерімен жібереді. Бірақ бұл кезде Хересондықтар Истанин есімін өшіріп, Вардан Филиппті патша етеді. Көтеріліс Хересонда ғана емес, Қырым тағы басқа жақын қалаларға тарап үлгереді. Истаниннің жіберген әскерінің Хересондықтар тас талқан етіп қолбасшыларының 300 әскерімен Қағанға аттандырады. Бірақ Қаған қайтыс болып, хазарлықтар 300 әскерді қолбасшысымен қоса өлтіреді. Истанин Хересонға үлкен әскермен Фатрих Марковияны жіберіп, қаланы тұрғындарымен қоса талқандауды тапсырады. Ол қаланың қолдауымен қалған жағына келіп, теңіз жағында тұрған 2 мұнараны құлатады. Қала билеушісі Вардан Хазар қағанатын барып көмек сұрап, Македия әскерлерінің шабуылын тоқтатады. Византия әскерлері өздеріне жүк деген тапсырманы орындай алмады. Сондықтан олар Константинопольге, яғни Истанбулға қайтуға императордан қорқып варвармен келіссөз жүргізеді. Екі жақ бірігіп Константинополь, Истанбулға басып кіріп, Истаниннің басын алып, оның Хазар қызын туған ұлы Тиверианны да өлтіреді. Осылайша 100 жыл Византияның билеген Ираклий әулеті 711 жылы құлайды. Сөйтіп ұзаққа созылған қырғынның нәтижесінде Хазарлар мен Византия одағының негізі қаланады. Мұндай одақтардың Хазарлардың мақсаты Византиямен бірігіп арабтарға қарсы соғысу болатын. Бірақ бұл одақтың өмірі ұзаққа бармады. Хересон қайтадан Византия қолына өтті де, ал жартыларының қалған бөлігі Гиотомен бірге Хазар қағанатының қолына көшті. Араб халифаты мен Византия императорлығының арасында Муби 661 жылы және 680 жылдарда басталған бейбіт келісім 688 жылы Византия тарапынан бұзылады. Олар Арменияны басып алып, Кавказ өңірінде біраз жерлерін өзіне қаратады. Бұл кезде арабтар көптеген мемлекеттерді жаулап алған болатын. Олар бірте-бірте Византия астанасы Константинополь, яғни Истанбулға жақындай түсті. Хазарлар 710 жылы Албанияға басып алып, Деревті өздеріне қаратты. Бірақ бұл ұзаққа созылмай қоймады. 713 жылы Маслам Деревинті қайтадан тартып алып, осы шайқастан
кейін екі жақтан әскерлерді Тарку қаласының маңында кездестіріп бір-біріне бата алмай бірнеше күн қарама-қарсы тұрады. Ақырында Маслам бастаған арабтар шегінеді. Олар Албания жеріне енуді одан әрі жалғастырып, Омайя халифаты, яғни 717 және 720 жыл тұсында бұрынғы Әзербайжанның солтүстік аумағын мекендейді. 721 және 722 жылдарда хазарлар өздеріне қарсы шыққан Зубайд бастаған мұсылман әскерлерін талқандап Арменияға келеді. Сол жылы арабтардың Жарых ибн Абдуллах Әл-Хаки бастаған күшті әскері хазарларға қарсы жорыққа шығады. Жархаттың келе жатқанын естіген хазарлар Деревентке шегінеді. Арабтар Деревентте жақындап мыңдағы Рубасы өзенінің бойындағы хазарларды қосып талқандайды. Мұны естіген хазарлар Деревентте қорғанысқа дайындалады. Жаррах күтпеген жерде түнде шабуыл жасап, таңға қарай қаланы қарсылықсыз өзіне қаратады. Осы шайқастан соң Жарах Нарванға қарай жылжиды. Бұл жерде Варжил бастаған хазарлар болатын. Үлкен қырғыннан кейін хазарлар 7000 әскерінен айырылып кейін шегінеді. Олар өкшелей қуған арабтар Хамзин қаласын алады. Қала тұрғындарының оларға өз еркімен беріліп салық төлеуге міндеттенеді. Жарах осылай хазарларға қараған қалаларды бірінен соң бірін бағындырып Пиленджер қамалына келеді. Қала тұрғындары арабтарға қарсы табандылықпен шайқасып, ұзаққа созылған соғыстан соң амалсыз беріледі. Қолға түскен Жарх Пиленджер өзенін батуға бұйырады. Қала тұрғындарының көбі солтүстікке қарай тоқтапы енеді. Семендерге қарай бағыт алады. Бірақ хазарлар әскерлері жасақтап жатыр дегенде естіп райынан қайтады. Ал Язид халифтен көмек сұрайды. Бірақ халифтің қаза табуына байланысты ұсыныс орындалмайды. Келесі жылдың көктемінде Жарах Хазар мемлекетіне ғана емес, Албанияға жорыққа шығады. Ондағы мақсаты алаңдар жеріне басып кіру арқылы хазарлардың қашуына тосқауыл қою болатын. 725 және 726 жылдары халиф Ишам Жарты Армения мен Әзербайжанды билеуден шеттеніп, орнына Кавказ өңірі үшін хазарлармен соғыс жүргізген Масламды қояды. 727 және 728 жылдары Маслам хазарларға Әзербайжан жағынан шабуыл жасап, біраз тұтқындармен олжалы оралады. 728 және 729 жылдары Дариял қақпасын бұрынғы Жарахтың қол жолымен өтіп Хазарияға жақындайды. Осы жерден қағанмен кездесіп бір ай бойы шайқасады. Толасы жауған жауын арабтардың қиын соғады. Бірақ арабтардың мұндай жорықтарға хазарлардың Кавказ өңіріне жиі жасайтын шабуылдарын тоқтата алмады. Арабтардың толасы жорықтарын тоқтату үшін хазарлар үлкен шабуылға дайындалады. 730 және 731 жылдары хазарларда жасақтаған үлкен әскері қағанның ұлы Баржевидің басқаруымен Әзербайжанға қарай жылжиды. Әскербасы қолбасшы Тармаш болатын. Бұл кезде хазарлардың қағаны өліп, елдің билігі оның жесіріп Фарсивтің қолына еді. Хазар әскерінің құн жерлері арқылы Дереневті басып өтіп, Аркас өзенінің бейтарапқа қарай жылжыған жолда мұсылмандардың барлығын қырып тастайды. Шахиде қыстап жатқан Жарах оны естіп Ведраға қарай жылжып, одан Ардевилге хазарларына келуін күтеді. Олар жергілікті тұрғындардың көмегімен жасырынуға ыңғайлы Савалан тауын сайлан бекінеді. Жарахқа Сириядан көмек келгенше хазарлар шабуылдан бастап жібереді. Арабтардың 2 күнге созылған шайқастан соң жеңіле бастайды. Соғыстың алғашқы күні ақ араб әскерлерінің негізгі күші талқандалады. Әзербайжан күні түнде арабтардың біразы Әзербайжанның басқа жерлеріне қашып кетсе, 3-ші күні Жарах тек жаралы әскерлерімен ғана қаланы Жарахтың өз жау қолына өліп, әйелі мен балалары тұтқынға түсті. Әскерлердің біраз бөлігі ғана қашып құтылды. Хазарлар Ардебил тұрғындарының қару ұстауға шамасы келетіндерін жазалап, әйелдер мен баланы тұтқынға алады. Халықты тонап, мұсылман дегендерге бәрін өлтіреді. Бұл оқиға Византияда жетеді. Ал әлемді таң қалдырған әсіресе Жарахтың өлімі еді. Қазір Әзербайжанға ойран салудан одан әрі жалғастырып, Терезді талқандап Багваны тонайды. Халиф Хашим
муслим шақыртып, ол келгенше Кавказ өңірі үшін хазарлармен шайқаста Саид ибн Әмір әл-Харшиді қолбасшы етіп тағайындады. Жаңа қолбасшы хазарларға қарсы бөліктерде шабуыл жасағанды жөн санайды. Кавказ өңіріне келген соң Саид Шариф әскерлерін қалғандарды жинап, Ван өзені маңайындағы Ахлат қаласын басып алады. Ол жолдағы қалалардың бәрін өзіне қаратып Вердыбаға жетіп, одан Бихинялға жайғасады. Саид сол жерге жақын маңдағы жеңісін тойлап жатқан қағанды қолға түсіріп өлтіреді. Бұл кезде Варжбил Варасан қаласын алған болатын. Варсван қаласына келген Саид әскер жасақтап хазарларға қарсы шешуші шайқасты дайындалады. Саид осы маңда тұрғындарды арабтар мен жарақтардың қызы бар дегенді естіп тұтқиылдан шабуыл жасап тұтқындарды босатып алады. Хазарлардың аман қалғанын қашып құтылады. Осы жағдайдан кейін хазарлар арабтарға қарсы үлкен әскери жасақтайды. Бірақ Саид та жергілікті тұрғындардың арасынан ерліктерімен өз әскерін көбейтіп үлгерген еді. Шайқас болған кезде хазар мұсылмандарын ылғастырып тауға шығарып жібереді. Өз әскерлерінің жігерін жаныған Саид кері шабуылға шығып хазарларды талқандайды. Көмекке келген Маслам хазар әскерінің талқандаған көріп соғыста ерте бастай бұйрықты орындамаған үшін Саидты абақтыға қамайды. Бірақ халиф Хишам Муслимнің шешімін негізсіз деп тауып, оған Саидты марапаттаудан тап сұрады. 732 және 733 жылдарда Максам оңтүстік Дағыстанды князьдерімен келісім жасап, хазарларды қайта күш жасақтап жатқанын хабардар болып, Деревентке қарай жылжиды. Тұрғындардың еш қарсылық жасамастан да арабтарға қаланы өртеп қырғанын ұшыратады. Хазинин Билджиадир қаланы арабтарға келгенше қаңырап бос қалады. Ол Варвасран қаласының келгенде оны қағанның өз әскерлерін күтіп алады. Осы жерден бұрын соңды болмаған ірі шайқас өтеді. Маслам шегінуге мәжбүр болады. Ол хазарларды алдау үшін өз тұрақтарға шалыштырады. Өртеп, ауыр жүктерді тастап, бір тәулікке ішінде Деревентке әрең жетеді. Хазарлар Деревентке жақындағанда